Aleyhisselam'ın Abdurrahman ibn Avf деген сахабасы бар. Сол кездегі ақындар Абдурахман ибн Ауф тепкен тастың астынан алтын шығар деген да. Онда алтын шықпаған, бірақ оның істеген істің бәрі берекелі болған да. Себебі қолы ашық болған. Қазақта жақсы сөз бар ғой, пейіліңе берсін деген. Пейіліңе берсін. Мысалы, сен де бір көргенде мен білем, мысалы үшін да Құдайға шүкір, жас емеспіз ғой, 60-тан асқаннан кейін. Ана баяғыда ой, пәленшенің қызын ал десе түсінбей, өзінің неғылын шүк, сөйтсек біледі екен ғой олар кімнің қызын алу керек екен. Жоқ, раста, сол сияқты мынау біраз сөйлесек маған бір атын мінгізейін деп тұр дейсіз ба? Сол сияқты жоқ. Сол сияқты азды өмірді сүрдік, кішкене өмір таныдық қой. Қазақтың сөзі бекер емес екен жаңағы. Пейіліңе берсін деп. Мысалы, мына жігіттерге бір көргенде де Нұрқаділді мен мысалы үшін алдыма күніне өтірік болмасын 30-40-50 адам келеді. Неше түрлі балдар, жастар мысалы үшін. Соның ішінен психологта болып қаласың мысалы үшін. Сендер мысалы үшін көздеріңе мақтағаным емес, мынандай пейілден кең адамсыңдар да. Дұрыс айтасың, сен де дұрыс айтасың, сен де дұрыс айтасың. Алла тағала тәкаппарлық жақтырмайды. Шайтан лағнет 40 жыл періштелерге сабақ берген, сонда ілімді болған, бірақ сол бір тәкаппарлық үшін жаннаттан қуылып тозақы болды. Бірақ бұл кісінікі де айтып атқан тәкаппарлық емес. Бұл просто айтады да жаңа, енді әрине барлық адам 5 саусақ бірдей емес қой. Бірақ жаңағыдай Абдурахман ибн Ауф тепкен тастың астынан алтын шығар деген себебі ол кісі сондай мәрт болғанда, дүниесін алғанда қорыққан, осы үшін мен тозаққа кіріп кетемін бе деп шашып тарқатып жіберсем, мынаяқтан 2 есе 10 есе Алла тағала береді да сынақ қылып. Оны шашып жіберсе, онан сайын бір күн пайғамбарымыз алейхиссалам демалып жатса, жер сілкінгендей болады. Сахабасын несіне есінің алдында жаңағы қызметшісіне айтады, не болды, не дұрыс дейді. Қараса, Абдурахман ибн Ауф бір көрші елден саудасы мықты, өте мықты саудагер болған. 700 түйемен сондай бір саудасы олжалы, ол постоянно олжада жүрген да. Сөйтіп ана кісі алдынан жүгіріп шығып, Абдурахман ибн Ауф сен ба келатқан, жаңағыдай осындай жол болсын деген сияқты. Сонда жаңағы Абдурахман ибн Ауф айтқан екен, альхамдулилля, Аллаға шүкір, Алла саудама берекесін берген сонша, мына 700 түйемнің үстіндегі бүкіл қазынаны жетім жесірлерге таратып жіберуге келетірім деген екен. Сөйтсе ана атпен қайт шауып пайғамбарымыз алейхиссалам, я Расулалла осындай деген кезде пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан екен, сол мәрттік үшін Алла тағала оны жәннатқа тізерлеп кіргізеді деген екен. Сонда ана сүйініш сұрап қайттан шапқан жаңағы Абдурахман ибн Ауфқа, пайғамбарымыз алейхиссалам өстіп айтты, сенің сондай мәрттігіңе байланысты сен сондай жұмаққа кіреді екенсің тізерлеп десе, мен жұмаққа тізерлеп емес, тіке тұрып кіргенді қалаймын, астындағы түйелермен бірге садақа еттім деген екен. Анау қайттан шауып келеді де пайғамбарымыз алейхиссалам, я Расулалла сөйтіп айтты Абдурахман ибн Ауф десе, Алла қабыл етті тілегін, ол тіке кіріп келеді жәннатқа деген екен.